Семьямен сүйісуге қалай қарайсың деді. Услышать етіп жатсаң. Айтамыз ба не, ол жерде еще. Қандай симпатичный жігіт, біздің ашық сахналар жайында сұрадым. Иә, үйлену үшін үйлену деген қате сияқты. Сен үйленгенде бір зат алмайсың ғой, біреуді таңдап бүйтіп. Қат мына жер. Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Ермек, мен Сәлемнің қашан туасың атты сериалында Мирас сомдаймын. Ал менің есім Баконай, мен бұл жобада әдемі есімді рөлді сомдаймын. Академияда таныстық. Мен бір курс төмен оқиды. Соны айту керек. Бір курс төмен оқиды деп обязательно. Академияда таныстық. Негізі Баконайдың мен сол кезде спектаклін көргем. Бұл қыз Москваға барып келді. Сөйтіп сол спектакльді алғаш үлкен учебный театрда ойнаған. Сол кезде бірінші рет көрдім, потом таныстық. Сөйтіп, содан бері жақсы араласып кеттік. Қалай жақсы араласып кеттік. Иә. Солай. Батыстың энергетика сорып тұрды ғой, өзінде алдында 2 метр бірінші. Бірақ жақыннақ татыса келе, андай, наоборот, өте нежный, сондай бір жұмсақ адам екенін білдім, сондай. Мен не де ойладым ба мен вообще? Мен Ермекті көрсем, всегда еркелеткім кетіп тұрады. Сондай, короче. Сондай сезім қалдырады маған. Может, бір күш төмен оқығаннан кейін шығар? Иә. Рас. Мен вообще ойлаған жоқпын. Ойлаған жоқ мен, бұл кісіге артынан ухажерлар көп болатын. Жоқ. Қазір қайда соның бәрі жалғыз қалдың? Жоқ, Ермекті күшті жігіт деп ойладым. Білмеймін не айтатым, Ермекті көргенде... Кейін жүріп кетем деп ойладым да мысалы. Ермекті ойлағанда, одан көрініп тұрды, оның сондай бір тәрбиелі, сондай жігіт екен көрініп тұрған сол кезде. Адамды көргенде әдемі екен деп ойлайсың ғой, бұл кісі тәрбиелі екен деп ойлаған ғой. Сен барынша жақсы қылып көрсетім келіп жатыр. Қандай качестволарыңыз бар, тәрбиелімін. Ең күшті качествоңыз қандай, тәрбиелімін. Ладно, дальше. Ермекті көрген кезде мен қандай симпатичный жігіт деп айттым. Болған жоқ ондай. Ішінен ойлаған шығар. Қалжындаймын. Бұл кісі негізі всегда еркелетеді, мен түсініксіз бір басқа тілде сөйлеп еркелете ма? Мен өте қуандым. Өйткені жұпта ойнайтын кезде саған адам партнерың барынша ыңғайлы болған күшті да, өзің жақсы араласатын, немесе былай просто танымасаң да өзіңе симпатизировать ететін адам болса күшті. И мен Баконай деген кезде мен өте қуанышты болдым, өйткені былай өмірде де жақсы араласамыз, сол кезде кадрға кеп, басқа қырынан танып, шын керек даже былай қашан туасыңға дейінгі Баконай мен қашан туасыңнан кейінгі Баконай мен үшін екі түрлі адамдар. Жоқ, Ермек болады деген кезде мен тоже қатты қуандым, потому что бір жағынан танитын болғасын жеңілдірек болады деп. И мен бірден Ермекке сообщение жаздым. Помнишь? Сен түседі екенсің ғой деп сондай. Гонорар қанша деп жатсың? Жоқ, ондай болған жоқ. Мен одан біздің ашық сахналар жайында сұрадым. Иә, семьямен сүйісуге қалай қарайсың деді. Ана кезде жүрегім дөкілдеп кетті. Я деп жазсам грубо ма, жақсы қараймын десем, или жоқ десем, тоже дұрыс болмай қала ма деп. Білмеймін, енді өзіңіз көресіз ғой, қалай ол... Кстати, шынымен де ол маған басында сіз деп сөйлейтін. Сосын бірінші съемка күні кішкене андай бір қысылысқан сондай болды. Хотя біз бір-біріміз танимыз, бірақ сонда да бір ыңғайсыз болды да. Сосын мен ойладым, мүмкін ол маған сіз дегендіктен маған ыңғайсыз болып жатыр дедім да. Сосын Ермек маған сіз демей сен деп айта берші дедім. Бізде просто академияда система деген нәрсе бар. Үлкен курс 1, 2, 3, 4 курста, сонымен бірінші курстың балалар, екінші курс өзіне үлкен курстың қыздарына сіз деп сөйлеу керек болатын. Сонымен мен сіз деп қалыптасып кеткен, сонымен сіз десем уже алдында, сол съемка басылардың алдында айттым, маған сіз демеш, бір барьер қойып тастайды ол сөз деп. Сонымен сен деп қазір тілім үйреніп алды, сен деп айтамын. Иә. Кейде жаным деп айтамын, әйтеуір. Айта береді. Бұл проектте барынша ондай сахналарды художественно көрсете білген сияқты. Режиссер Айдын Сахаман сол себепті уайымдадық негізі. Иә, мен әсіресе өте қатты уайымдадым. Айдынаға айтқаннан кейін де режиссер задача қойғаннан Ермек мында келші деп, Ермек шақырып, Ермек, пожалуйста,
былай болсыншы, пожалуйста, бүйтіп болсыншы, типа, а вдруг біздің вариантымызда режиссер ұнатып қалады деп айтып жатырмын да, ұнатып қалады, сіз мүмкін соны қалдырады, көрсетіп көрейікші, пожалуйста, қатты жақындама маған, я, деген сияқты сондай бір екеуміздің арамызда сондай әңгімелер жүрді. Дол болғаннан кейін ондай сахналар болады. Бірақ шынымен де партнерға байланысты деген сол ғой, прям сол моменттерде маған Ермек кәдімгідей үлкен поддержка берді, сол үшін рахмет саған. Әдемі ақылды қыз, Мирас ол ни в коем случае абьюзер емес или бірдеңе емес. Былай қарасам, наоборот, ол всегда әдемінің көңіліне қарап тұрады, соның айтқанын жасауға тырысады до определенного момента. Негізі идеальный пара, просто тағдыр сондай бір сынақ беріп қойған, и сонымен күресіп жүр. А так, если ол нәрсе болмаса, вообще ең күшті пара десе, сол екеуін көрсететін. Келсем, әдемі осындай, просто келісіп отырады просто. Если проблемасын есептемесе, то хорошие отношения. Да. Бірақ кішкене подкаблук Мирас. Неге? Білмеймін, маған солай сияқты. Жоқ, маған наоборот, негізі Мирас кішкене менің ойымша, бірақ менің ойымша ер адамдардың көбі солай сияқты, отбасы құрғаннан кейін еркелеу болып келетін сияқты болып көрінеді, былай сырттай достарымның отбасыларын қарағанда. Сондай сияқты. И Мирас та маған солай болып көрінді. Жеке қалғанда болсын, ата-анасынан гөрі әйеліне көбірек еркелейді деген сияқты сондай. Содан көбірек внимание қалайтын сияқты болып, сондай болып көрінді. Сол слабылау жігіт кішкене негізі. Қалжың, Мирас семьяда насилие болмаған, сондай бір жақсы семьядан шыққан бала ғой. Сол үшін ол ондай нәрсені өзі де көрсете алмайды. Өзі барынша добрый, өзі сондай бір өзін жақсы ұстауға және әдеміге жақсы относиться етуге тырысады. Ондай отношения мен қалайтын едім. Бірақ бастарынан өткен оқиғаларды емес, а именно отношенияны айтсақ. Махаббатты. Махаббатты. Бұл съемкада бәрі болды ғой. Жоқ, съемка өте қызық болды, себебі бұл проект и комедия, и драма, и социалка бар ішінде. Бүкіл жанрды өзіне біріктірген проект болды. Группа, команда өте сондай мықты болғандықтан бұл қызық проект болды. Мен үшін актер ретінде аларым көп. Бірақ қиын кездерде көп болды, себебі енді проект болғаннан кейін өз кинода жұмыс істейтін адамдар көп түсінеді, өйткені белгіленген сроктар бар, анау бар, мынау бар. Және соған қарамастан, бірақ бізде бәрі көңілді өткен сияқты, бәрімен жақсы қарым-қатынаста болып, сондай бір есте қаларлықтай проект болды. Қашан туасыңда былай ойлаған кезде қиындықтан көрі андай көңілді, күлкілі моменттер көбірек еске түседі. Бірақ та қиын моменттер болды, мысалы актерский жағынан қараған кезде, например, отбасылық құндылық мәселесіне келген кезде кішкене біздер әлі отбасымыз жоқ болғандықтан мүмкін мысалы екеуінің ренжіскен кездегі эмоцияларын көрсету кезінде бізде қиындықтар туындады, бірақ та жаңағы режиссердің арқасында бізбен бірге площадкада Майя болды, соның арқасында біз мейлінше енді сол оқиғаларды екеуінің отбасының арасындағы қиыншылықты, ұрысты, соны барынша шынайы етіп жеткізуге тырыстық. Жұмсақтау жігіт қазіргі тілмен айтқанда кішкене подкаблук деуге де келеді. Көп жалтақтайтын сияқты, әдемінің одобрениесін где-то күтеді, бірақ ол ни в коем случае әдемінің кінәсі емес, өйткені әдемі де наоборот оған барынша көмектесуге тырысады. Бірақ мүмкін гиперопекада болған балам екен, сондай бір өзім ойлаймын, сөйтіп ақтап алдым негізі персонажды. Сериал барысында менің кейіпкерім жаңағы подкаблуктан өзі шешім қабылдап, самостоятельный, ответственности сезінетін адамға ауысу керек. А мүмкін ауыспайды. Оны көресіздер енді. Менің ойымша, бұл жерде енді кейіпкерді сомдаған кезде сен соның проблемасын зерттейсің ғой, қарайсың. Сол кезде тек оларға шынайы көмек бере алатын және көмектесетін екеуі ғана. Басқа ешкім тыңдап керек емес сияқты, өйткені бала болу үшін үйлену, немесе семья құру үшін үйлену, вообще үйлену үшін үйлену деген қате сияқты. Сен үйленгенде бір зат алмайсың ғой, біреуді таңдап бүйтіп, сен жақсы көрген адаммен бірге болу үшін. Сол себеп мен ойлаймын, раз жақсы көрдің ба, то кез келген қиындыққа шыдау керек, бірге болып, бірге поддерживать етіп, и тек махаббат қана алып шығатын сияқты бұндай ситуацияда. Қалған ештеңе көмектесе алмайды. Негізі кез келген проблеманы шешетін ол
адам бір-бірімен сөйлесу общение ғой. Осы сериалдан кейін түйген ойым жалпы ерлі зайыпты адамдар міндетті түрде қандай да бір мәселе болса, өз-өзімен шешім қабылдамай, өз-өзімен жүріп, мұңға батып, проблема болып, жылап, олай істемей, отбасылық мәселеме кәдімгідей отырып, бір-бірімен қарап, шынайы әңгіме айтып, осындай сұрақ бар, немесе осы ұнамады деген сияқты ашық түрде әңгіме айтып, мәселені шешу керек деп ойлаймын. Сол кезде кез келген қиындықты жеңуге болады. Бәрібір қолдаудың аты қолдау, ер адамның әйелге деген қолдауы, әйел адамның ер адамға деген қолдауы, ол менің ойымша кез келген қиындықты жеңе алады. Айолымды қатты ойланып отқан ше. Ермектің үш жақсы қасиеті, мен ең бірінші қатты бағалап, жақсы көретін қасиеті, өте қамқор адам, қамқор жігіт. Екіншіден, бағана айтып кеттім, ол өте тәрбиелі. Ол қандай мағынада? Артық қадам жасамайды, артық әңгіме айтпайды. Қандай мағынада болса да. Тіпті ол әзілдесе де, оның әзілі кәдімгі орнымен. Артық кетпейді, шекарадан тыс кетпейді деген мағына. Үшіншіден, бұл өте секундым жігіт. Ай, Санори! Баконайдың жақсы үш қасиеті. Бако жақсы әзілдейді, өте жақсы әзілдейді. Кейде өзі білініп қап, үйге барып ойланып жүресің. Екінші жақсы қасиеті, маған айтты, заботливый деп. Бұл кісі вообще заботливый. Инстинкт андай, маманың инстинкті прям қатты сезіледі ше. Что әр нәрсені сен үшін уайымдап, андай ұқыптылық бар да, мелочтарда, там просто элементарно обедшіге барсаң, екі вилка алып келеді, это тоже забота. Үшіншісі, я бы сказал, это харизма. Это оны қасиетке жатқызуға болмай, и профессиясында да қатты көмектесетін жер, потому что сөйлеген кезде өте андай сөйлейді, өзіне қарата біледі, елді аузына тыңдап, кәдімгідей ұйып тыңдап отыра бергің келеді, и көзі жанып тұрады үнемі. Махаббат немесе достық? Махаббат. Шай немесе кофе? Кофе. Арбуз немесе дыня? Арбуз. Тау немесе теңіз? Теңіз. Кино немесе сериал? Кино. Қара немесе ақ? Қара. Манты немесе бешбармақ? Бешбармақ. Тамақта хотя вкусымыз бірдей екен, Алматы немесе Астана? Алматы. Интроверт немесе экстраверт? Интроверт. Мелодрама немесе ужастик? Мелодрама. Баконай немесе әдемі? Баконай. Ермек немесе Мирас? Ермек. Мирас. Мирас ұнайды маған өмірі ше негізі. Қашан туасың сериалын? Үйде YouTube каналынан көріңіздер. Бәріне сәлем, менің есімім әдемі, жасым 27-де. Ал бұл менің күйеуім Мирас. Біздің үйленгенімізге 4 жыл болды. Мен оны жақсы көрем. Мені тек бір сұрақ мазалайды. Қашан туасың? Қашан туасың? Қашан туасың? Осындай сұрақта мына жерінде тұрмын. Мирас, мен құсқым келеді. Қашан бітеді бұл сұрақ сонда? Ал мен жұртқа бала сүю бақытын сыйлаймын. Өкінішке орай балам жоқ. Сонда сен түннің ортасында бөтен бір еркекпен жүрген нормально ма? Өтірікшісің. Түсіндің ба, сен өтірікшісің. Біз бір-бірімізге ешкім емеспіз.